Сәлем достар, бұл Gamers IT бағдарламасы. Әлемдегі ең өзекті ақпараттық технология мен киберспорт туралы баяндаймыз. Бүгін біз Айдар Тоқтарғазинмен кездесіп, кибер қауіпсіздік тақырыбын сөз етеміз. Бағдарламаның екінші кейіпкері Талант Рамазанов Қазақстандағы киберспорттың дамуы туралы әңгімелеп, сүйікті ойынымен таныстырады. Кибер қауіпсіздік әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан сала. Мұнда сіз әрқашан болуы мүмкін қауіптен бір қадам алда жүруіңіз керек. Бұл саладағы мамандық еңбек нарығында ең көп сұранысқа ие және қызметкерлердің айлық табысы да жоғары болып саналады. Сондықтан көптеген бағдарламашылар танымал компаниялар мен корпорациялардың деректерін қорғауды армандайды. Программист мамандығын ең қызықты жағы ол күн сайын жаңа қиындықтармен кездесіп, оны шешуге ойымыздың бар күшін қолдануы. Яғни бұл жерде өзіміздің потенциалымызды толығымен ашып, болашақта күте алмаған немесе өте қиын мәселелерді компьютер арқылы шеше аламыз. Айдар Тоқтарғазин 19 жаста Назарбаев университетінде бағдарламашы мамандығын оқып жатыр. Болашақ IT индустрия мен кибер қауіпсіздік саласында дейді ол. Көп адамдар айтады, мамандық және өмір жақтанда ол ең қиынды, ең маңызды шешімдердің бірі. Және мен бұл оймен келісемін. Өз мамандығымды мен 8-ші сыныпта таңдадым. Ол кезде біз түрлі олимпиадаларды өтіп, және де түрлі пәндерді тереңірек оқығанда, мен информатика пәні маған ұнайтын түсініп, солайша информатиканы ары қарай оқып, сол компьютер маманына және де программистке айналуды шештім. Айдар жеке деректерді қорғаумен айналысады. Оның айтуынша, бүгінде хакерлер өте айлакер келеді. Тұтынушының жеке мәліметтерін ұрлап алу қиын емес. Еліміздің Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 2020 жылы Қазақстанда 14 мың интернет қылмысы тіркелсе, 2021 жылы бұл көрсеткіш 21 мыңнан асқан. Сондықтан бүгін Айдармен интернет алаяқтардың бірнеше әрекетін талдаймыз. Бұл кейбір адамдардың алдағы уақытта алаяқтарға алданып қалмауына көмек болуы мүмкін. Көптеген адамдардың ойынша, хакерлар жай ғана бұлай-бұлай клавиатураны басып, өзінің жауларындағы ақпаратты ұрлап алып, ақшасын алып кете алады. Бұл өтірік, және де фильмдер көрсеткенде бұлай-бұлай жылдан басып, басқа біреулердің ақпаратын немесе қаражатын ұрлап кету мүмкін емес. Хакерлер қалай жұмыс істейді? Біріншіден, интернеттегі алаяқтардың сіздің ақпаратыңызды алып кетудің ең оңай тәсілі ағып кеткен ақпаратты қолдану. Біз білетіндей, кез келген компанияның қауіпсіздігі 100% емес, және де уақыттан уақытқа олар өздерінің клиенттерінің жеке ақпаратын ашыққа байқамай лақтырып, немесе хакерлар ол ақпаратты ұрлап кетуі мүмкін. Бұл ақпаратты қолданып, ұрлап кеткеннен қорғану үшін бұл сайтты қолдануға болады. Have I been PWNet. Бұл сайтта мысалы кез келген бір имейлді айтайық. Мысал ретінде мына бір почтан жазайық. Және де бұл батырманы бассақ, көріп тұрғандай, егер мынандай қызыл жазу шықса, яғни сіздің ақпаратыңыз ашық түрде жатыр, және де сіз өзіңіздің почтаңызды немесе құпия сөзіңізді ауыстыруыңыз керек. Бұл сайт электронды жәшіктері мен құпия сөзі бұзылған қолданушылардың тізімін қамтиды. Онда сіз деректеріңіздің түрлі жолмен сыртқа тарап кеткенін немесе кетпегенін тексере аласыз. Сіздің қалауыңыз, сүйікті орындарыңыз, жақын адамдарыңыз немесе сіз туралы кез келген басқа мәліметтер құнды ақпарат саналады. Бұрын бұл деректер жеке басқа қатысты ақпаратты ұрлау үшін пайдаланатын еді. Ал қазір алаяқтарға жеке деректерді сатқан тиімді болмауы мүмкін. Күмәнді ұйымдар мен қызметтер мұндай мәліметтерді мақсатына қарай жарнама жасау үшін пайдаланып жатады. Тағы бір хакерлердің қолданатын тәсілі ол бізде фишинг. Яғни олар басқа бір адамдардың атынан сізге ақпарат немесе SMS немесе бір сообщение жіберіп, сіз оны оқып жазуды басқалғанда, сіздің ақпаратыңыз ұрланып кетеді. Мысал ретінде мен мына компьютерден телеграмға кіріп, өзімнің аккаунтына, өзімді хакер деп ойлап, өзім аккаунтына бірден жазып көрейін. Мысал ретінде, сәлем, мына күлкілі видеоға қарашы деп
жазамын да бір сілтемені тастап кетуім мүмкінмін. Мысал ретінде ғаламторға кіріп, мысал ретінде кез келген бір сайттың сілтемесін қалдырып кетуім мүмкін. Өкінішке қарай миллиондаған адамның интернетте техникалық сауаты шамалы. Қарапайым жандар сенгіш келеді. Олар қулардың құрығына тез түсіп қалуы мүмкін. Интернет алаяқтар тізімі күн сайын жаңарып отырады. Сондықтан сіз әрқашан сақ болуыңыз керек. Қазір кезде технологияның дамыған соншалық, тіпті сізге жіберілген видео қоңырауларға да сенуге болмайды. Қазір соңғы кезде бізде дипфейк тәрізді технология бар. Мұнан бір мына видеоның мысалында көрсетейін. Көріп тұрғаныңыздай, мұнда кішкентай қыздың орнына атақты актердің бетін қойып, және де соны орнатып қойды. Сол технологияны да қолданып, сізді алдап тастауы мүмкін. Яғни сізге видео бойынша қоңырау шалады, және сіздің танысын сізден ақша немесе бір келген затты сұрауы мүмкін. Ал шындығында ол жай ғана оның суретін көшіріп, өзінің бетіне орнатып алған. Сонымен Айдардың екі негізгі кеңесіне құлақ тұрыңыздар. Жеке деректеріңізді көрсетпеңіз және ешбір жағдайда күмәнді сайттарда банк картаңыздың мәліметтерін қалдырмаңыз. Айдар деректерді қорғау жұмысын жақсы көреді, әрі бұл қайырымды қызмет деп санайды. Адамдарға көмектесу ізгі іс. Сондықтан Айдар осы мамандықты таңдаған. Сонымен қатар IT саласында Қазақстанның абыройын асқақтатуға өз үлесімді қоссам дейді. Кейбір студенттер Google және де Apple тәрізді компанияларға жұмыс істеп, немесе тіпті өзінің үлкен компанияларын ашып, көптеген жетістіктерге жетеді. Мен ойымша, Қазақстандағы IT-ның болашағы жарқын, және де егер қазіргі тенденция жалғаса берсе, Қазақстан әлемдегі ақш немесе Эстония тәрізді елдермен теңесіп, тағы бір үлкен IT хабқа айналуға толық мүмкіндігі бар. Қазақстан жастарының арқасында елімізде табысты дамып келе жатқан болашақ саланың бірі киберспорт. Бұл 2018 жылдан бері елімізде ресми спорт түрі болып саналады. Жыл сайын отандық геймерлер әлемдік элитадағы командалар құрамында көзге түсіп жүр. Осы 2021 жылдың қараша айының соңында Киевте мектеп оқушылары арасында киберспорттан үлкен жарыс өтті, дүниежүзілік жарыс. Сол жақта, мысалы, мен өзім таңғалдырған жағдай, біздің мектеп оқушылары Швецияның құрама командасын Counter-Strike ойыны бойынша жеңіп шықты. Олар бірінші орын алды. Және мен таңғалдырған жағдай, мысалы, әрине Швецияның деңгейі өте жоғары. Ол жақтағы оқушылардың мүмкін компьютерлары да күшті шығар, жалпы тұрмыс деңгейі де өте жақсы шығар. Ал біздің қарапайым Қазақстанның оқушылары барып оларды жеңіп келді. Яғни біздің жастарда, біздің оқушыларда өте үлкен потенциал бар. Сонымен таныс болыңыздар. Талант Рамазанов. Қазақстандағы киберспортты дамытудың басы қасында жүрген азамат. Бүгінде ол дарынды ойыншыларды іздеп тауып, олардың шеберлігін шыңдауға қол ұшын беріп жүр. Шынайы киберспорт деген не? Шынайы киберспорт деген ол кәсіби баптаушы мен тренермен жұмыс. Яғни баптаушы менің икемдеріме байланысты ол маған жұмыс жоспарын қояды. Маған тапсырмалар беріледі. Мен тек қана 12 сағат отырып ойнамаймын. Мен осы ойынның ішіндегі тактикалық немесе іс-қимылдың нақты элементтеріне жаттығулар жасаймын. Талант компьютерлік стратегияларды жақсы көреді. Сондықтан біз одан қазіргі ең танымал ойындардың бірі Age of Empires сайысына шолу жасауды сұрадық. Бұл алғаш рет 1997 жылы шыққан тарихи стратегия. Бірден табысқа кенеліп, бүгінге дейін тұрақты жаңартылып келеді. Міне, мен осыдан 22 жыл бұрын ойнаған Age of Empires деген ойыны бар. Ол қазіргі кезде Microsoft компаниясымен қайта шығарылып жатыр. Definite Edition деген нұсқасында. Яғни бұл ойында барлық ойыншылардың басында деңгейі бірдей. Сізде тек қана 3 адам бар және 1 жауынгер бар. Ары қарай, мысалы, жаңадан адамдар шығару үшін сізге оларға үй керек. Үйді салу үшін бұл адамдар ағашты өңдеу керек. Содан кейін адамдарға тамақ керек.
ол тамақты өндіру үшін сіздерге фермаларды салу керек. Және тағы солай сіз тас дәуірінен бастайсыз, өз ойыныңызды ары қарай тас дәуірінен сіз ең жоғары деңгейге, империялар дәуіріне дейін жетуіңіз керек. Және де әрбір дәуірге өткен сайын сіздің мысалы тамақ өндіру, ағаш өңдеу, алтын өндіру, тас өңдеу технологияларыңыз дамиды. Әрбір технологияны сатып алу үшін сізге алтын керек. Сонымен қатар бұл, яғни Age of Empires-тың экономикалық құрылымы өте күшті, яғни бұл ойында экономикалық мәселелерге өте көп көңіл бөлінген. Сонымен қатар бұл жерде әскери мәселелер де өте жақсы қамтылған. Стратегия біздің күнделікті өмірге, мысалы бизнесқа өте пайдалы нәрсе. Өйткені мысалы стратегияда ойыншы көптеген ақпаратты, көптеген басқа мәліметтерді өте тез қабылдап, өте тез стратегиялық шешім қабылдай білу керек. Ол мысалы 10 секундтың ішінде 20-30 қадамды ойластыру керек. Яғни менің ойымша ол шахматтан кем емес. Әрбір дәуірге өткен сайын сіздің жауынгерлеріңіздің мысалы сырт киімі, олар қолданатын қарудың түрлері, алыстан ататын мысалы трибучет деген қару-жарақтың түрлері бар. Егер сіз теңізде болсаңыз, сіз кемелердің неше түрлі түрлерін шығара аласыз. Және сіз өзіңіздің қарсыласыңызды экономикалық тараптан жеңуіңіз керек. Және сонымен қатар сіз әскери аспектіде де өз қарсыласыңызды жеңуіңіз керек. Сондықтан да бұл ойын маған өте қатты ұнайды. Әрине бұл ойында белгілі бір жетістікке жету үшін өте көп уақыт қажет. Өйткені әрбір мысалы жауынгердің садақпен ататын немесе ат үстінде отыратын бағанағы жауынгердің ерекшеліктерін білу керек. Age of Empires қазіргі талаппен орташа көрінеді. Жұпыны жарықтар, қалыпты текстура, қарапайым анимациялар. Қалауыңызға қарай ойынды мобильді құрылғыларда шығаруға болады. Дегенмен қарапайым картина артында оңтайландыруға ыңғайлы жүйе мен тарих қойнауына жетелейтін қызықтар күтіп тұр. Әзірлеушілер осындай графикалық режимді ең әлсіз компьютерлер үшін арнайы жасағандарын айтады. Себебі бұл ойынның басты ұраны, оны барлығы ойнай алады деген сөз. Жауынгерлерді дайындай отыра сіз көзіңіздің бір қырымен сіз экономикалық мәселелерді ойластыруыңыз керек. Сол сәтте сіз соғыста жүргенде, мысалы сіздің адамдарыңыз тамақты өндіру керек, ағашты да өңдеу керек. Яғни сіздің миыңыз бір сәтте 20-30 әртүрлі үрдістерді бақылап, соларға көңіл бөлуіңіз қажет. Сондықтан да бұл өте қиын, бірақ сонымен қатар өте қызықты. Ойынның басты мақсаты жеңіске жету, яғни басқа қарсыластарды толығымен жою, олардың қалаларын жою, олардың жауынгерлерін құрту. Графикалық жағынан баға өте жоғары, өйткені Microsoft компаниясы осы 2018 жылы, 2019 жылы жаңадан HD форматында осы ойынды шығарды. Қателеспесем, соңғы жарты жылдың ішінде осы Age of Empires-тың 4-ші нұсқасы пайда болды. Оның графикасы тіпті керемет. Әрине, кез келген нәрсенің оң жағы бар, және мысалы теріс жағы бар. Егер мысалы біз боксты алып қарайтын болсақ та, бокстың да өте жақсы жақтары бар. Бірақ мысалы ол боксты үйреніп алып, басқа бір баланы барып соғып жатса, немесе басына зақым тисе, әрине оның да сондай теріс жақтары да бар. Сондықтан киберспорттың оң жақтары бар, теріс жақтары бар. Менің ойымша теріс жағы неде? Балалар, әрине ол бала болған соң, олар түсінбейді, ол тек қана ойын ретінде қарайды. Олар ойын ретінде 1 сағат ойнауы мүмкін, 10 сағат ойнауы мүмкін. Әрине ол көздеріне үлкен зиян тигізеді. Мысалы, олардың физикалық дамуына кедергі келтіруі мүмкін. Компьютерлік ойындар біреулер үшін жай ғана ермек болуы мүмкін. Енді бірі киберспортшы болуды қалайды. Ең бастысы, кәсіби ойыншылар әрқашан берік ұстанатын 3 ережені білген жөн. Дұрыс тамақтану, тыныш ұйқы және тұрақты дене жаттығулары. Бұл Gamers IT бағдарламасы. Келесі шығарылымда сіздерді IT индустрияда табысты еңбек етіп, Қазақстанның атын киберспортта танытып жүрген жандар күтіп тұр. Амандықта жүздескенше.